Құрметті достар, біздің міне бүгін екінші күн клипіміздің аяғы жақындап қалды. Бұл енді Жуантөбе жастары деген әнге байланысты. Біз ол жерге апарып жаңағы бір иномаркаларды, билеватқан қыздарды басқалар қылатқан жоқпыз. Осы әншілердің өздерінің келбеті. Жуантөбе ерлі енді байтақ далада, бірақ қазақтың келешек бір байлығының көре тұрған жер деп ойлаймын. Сондықтан сол әншілердің өздерін ғана алдық. Артық оның ішінде жаңағы сөгетін, емаса ренжитін, емаса жаңағы машинаны, қаланы неше түрлі нәрсені пайдалануға болады. Бірақ біздер өйткен жоқпыз. Жуантөбе әніне байланысты кәдімгі жай ғана Қаратаудың етегінде өлеңнің ішінде болғаннан кейін. Өте дұрыс, 100% қосыламын дегенге. Айтыңыз? Және бәріміз бір қазақпыз. Арамызда Farhat деген бірақ өзбек жігітіміз бар, ол Түркістанның азаматы. бүгін Жуантөбе жастары атты бейнебаянның екінші күні түсірілімнің бәрі қарапайым өзіміздің қазақ даласы Созақ ауданындағы Қаратөбенің етектерінде түсіріп жатырмыз. Қаратаудың. Құдай қаласа күтіңіздер. Жаңағы әннің Күндеріңіз сәтті өтсін. әннің несін аранжировкасын жасаған Серғазы, сөзін жазған Жанатбек Бибол деген азамат, оңтүстік Қазақстан өңірінің өнерлі азаматы, аранжировщигі, сазгері, өзінің әжептәуір дауысы бар әншісі Биболовтікі, әні өзіміздікі. Құдай қаласа күтіңіздер концертімізді, клипімізді. Жуырда! Бірдеңе де істейсің? Биткен кезде алып кетсеш қолымызда. Биткен кезде ол алып кетсеш жатыр. Лақты жүрген.